Достар, сізбен бірге Арапат. Бүгін біз фотосурет, кино және телевидениенің тарихы туралы айтатын боламыз. Сонымен бастаймыз. Орта ғасырларда суретшілер камера обскура атты аспапты қолданған. Ол бір қабырғасында тесігі бар және қарама-қарсы қабырғасында экраны бар жарық сәуле өтпейтін жәшік. Кейін ашылған химиялық заттар алынған суретті белгілеуге көмектесті. 1826 жылы алғашқы фотосуретті француз Никифор Непс жасады. Жіңішке металға суретті белгілеу үшін 8 сағат керек болды. Дагератив, негатив. Бұны не екенін біз де білмейміз. Шынымды айтсам, мен де білмеймін. Көрейік. Суретші Жак Дагер суреттерді бірнеше минутта анық шығару тәсілін ойлап тапты. Оның ойлап тапқан тәсілі дегератив деп аталды. 1835 жылғы ағылшын ғалымы Уильям Талбот ең бірінші негативтердің позитив жасап, ол нақты баспаларды алды. Уақыт өткен сайын бүкіл әлемде әр адам фотосуреттің дамуына өз жақсартуларын кіргізді. Бір негативтен бірнеше фото сурет басып шығаруды ойлап тапты. Жарық етуді ойлап шығарды. Сонымен қатар қазіргі заман талабына сай фотоаппараттар мен сандық техника пайда болды. Енді көбісіңіз білмейтін жастар сандық техника дегенді. Ал сіздерге бұны түсіндіріп берейін. Сандық фотосуреттер. Сандық фотосурет саласындағы ең соңғы жетістік. Фотосуретті түсіріп, оны кішкентай мониторда көрсетуге болады. Ең әдемі фотосуретте CD-де сақтап немесе басып шығарады. Ал полароид фотоаппараты деген не екенін түсіндіріп өтейін. Полароид фотоаппараты дайын түрлі түсті фотосуреттерді лезде шығарып береді. Ол үшін камераны химиялық заттармен толтырады. Бірақ бір жағынан қауіпті екен. Кино. Бірақ шынымен де қауіпті ғой. Себебі химиялық заттармен толтырады. Киноның тарихы туралы айтайық. Фотосуретті ойлап тапқанда кино неге келмейтін еді. Өйткені қозғалатын суретте ол фотосуреттерін ретті түрде экранға үлкейіп жылдам көрсетілу, сондықтан ол көзге бір тұтас болып көрінеді. Кинематографты ағайынды өнертапқыштар Гюйст бен және Луи Люмьер ойлап тапқан. Олардың Парижде көрсеткен алғашқы фильмі көпшілікке ұнады. Сіздер мультфильмді көбісіңіз үйде шығару білмейтін шығарсыздар. Оны мүмкін емес істейтін шығарсыздар. Бірақ бұл мүмкін. Қазір оның жасалу жолын айтамыз. Бірінші, бір парақ керек. Бір парақ қағазды алды, оны екі бүкте. Содан кейін бір бөлігіне ағашқа ұшып келе жатқан құстың суретін салды. Қалам керек екен. Ал екіншісі бұтақта тұрған суретті салды. Бірінші бөлікті қарындашқа ора. Содан кейін екі кадрдан тұратын мультфильмді көргенше қағазды тез ашып ора дейді. Міне осындай жолы бар екен үйде кино түсірудің. Бірақ басқа да түсірулеріңіз мүмкін. Бұл обязательно не? Дыбыс және түс. Алғашқы фильмдер мылқау және ақ-қара болды. Оның көрсетілуі әнші және кейіпкерлердің сөздермен сүйемелденетін. Суреттер экранды секіріп тұратын. Бірақ көрермендер бұл фильмдерден мәз болып кинотеатрларға тобымен баратын. 1927 жылы алғашқы джаз әншісі атты дыбысты кино шықты.
1932 жылы тарихтағы ең алғашқы түрлі түсті фильм Уолт Диснейдің мультфильмі шықты. Техниколар пленкасында алғашқы фильм 1935 жылы шықты. Кинематограф өнеркәсіптің тағы да бір саласы болды. Өте қызықты. Достар, осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Видеоны лайк басыңдар, каналға жазылыңдар, комментарий жазыңдар, достарыңмен бөлісіңдер. Сау.